кешір. Әпке, осылайға ағаш отырғызады? Сен білмейсің бе? Жоқ, білмеймін. Онда балам бұлай. Мына өмірде нағыз ер жігіт. Өмірінде ағаш өсіру керек. Үй соғу керек. Содан кейін сен сияқты әп-әдемі ұл өсіру керек. Түсіндің бе? Түсіндім. Барлық ер жігіттер солай істеу керек пе? Әрине балам, барлық ер жігіт солай істеу керек. Ал мен ер жігітпін бе? Әрине балапаным, сен нағыз ер жігітсің. Ал мен өзіме үй салуым керек па? Әрине. Өйткені сен менің ұлымсың ғой. Ал менің ұлым нағыз ер жігіт болу керек. Мысалы қара. Мына ағаш өскенде, осы ағаштың көлеңкесінде отырып, бәріміз жиналып шай ішеміз. Түсінікті ме? Әбер ана су. Ай, бәрекел. Артық кішкене. Үстіңе су шашылады. Балам, қайда жиналдың? Мен өз үйіме көштім. Мен нағыз ер жігітпін ғой. Өз үйіме көштім. Балам, сен қайда өз үйің сен? Балам. Балам-ау, бұның не? Әке! Үй салдым. Ағаш отырғыздым. Тағы не бар? Ұлдың орнына күшік астырасам бола ма? И был народ с тюркским именем Хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона.